менің алдануым мүмкін емес. Тұтқаны қойып байланысты үзу. Болмайтын нәрсеге бола жата ақша қаражаттарын жіберіп қойып жатқан сәттерде болды. Ақша қаражатын көбейтемін деп зейнетке шыққан ағаларымыз бен әжелеріміз де бар. Біз күн сайын ғаламторды пайдаланамыз, хабарлама жазамыз, ақша аударамыз, сілтемеге өтеміз. Кейде сол басқан батырмамыздың кесірінен әп-сәтте алаяқтың құрбаны болуымыз ғажап емес. Бұл күн тәртібіндегі мәселе. Есенсізбе көрермен, эфирде Сақшымен сырласу бағдарламасы. Студиямыздың қонағы Атырау облысы полиция департаменті киберқылмысқа қарсы іс-қимыл басқармасының жедел уәкілі, полиция капитаны Дәурен Мұхамбеталиев Максимұлы. Дәурен мырза, қош келдіңіз. Қазіргі қоғам интернет алаяқтыққа төтеп беруге қаншалықты дайын? Соңғы жылдарда өзгерістер бар ма? Қазіргі таңда интернет алаяқтықтың алдын алу мақсатында ең бірінші біздер профилактикалық іс-шарасы қарқынды түрде жүргізіп келе жатырмыз. Бұдан әрмек, яғни алаяқтардың ізін суытпай оны анықтау үшін қазіргі таңда бізде бағдарламалары бар. Яғни Каздрим ірі компаниясы мен Seven Hills деген компания бар. Сол екі компания қазіргі таңда бізге бағдарламалар ұсынған. Бағдарламасымен, яғни алаяқтардың ізін суытпай анықтау, олардың шоттарына қанша ақша қаражаты түсіп жатқаны, сол мәселесі бойынша біздер қарқынды жұмыс жасап келеміз. Бұдан әрмек қазіргі таңда антифронт деген база бар, яғни ұлттық банк пен ішкі істер министрінің арасында қойылған меморандум бойынша сол база арқылы біздер осы жеке шоттарды бұғаттап жатыр. Яғни былтырғы жылмен статистиканы ала келетін болсақ, қазіргі таңда халыққа ақпараттар кеңінен таралып жатқасын ең алдымен халық 102 операторына соғып жатыр. Одан қалса Атырау облысы полиция департаментіне аяқтай келіп жатқан азаматтар бар, яғни кеңес алып жатырған. Яғни қазіргі таңда алаяқтың яғни күрт өзгеруі де, яғни статистиканың жоғары көтеріліп кетпеуі де осы біздің профилактиканың арқасы деп өзім айта аламын. Өзіңіз айтып өткендей, профилактикалық жұмыстар кеңінен жүріп жатыр. Бұдан бөлек тек Қазақстан жері ғана емес, киберқылмыспен бүкіл әлем күресіп жатыр. Бұл заманауи індеттердің бір деп санасақ та болады. Сериалдар, фильмдер, неше түрлі деректі фильмдерде түсіріліп жатыр. Яғни ақпарат бар, мысал бар, ескерту бар. Осыған байланысты қазіргі уақытта белгілі бір киберқылмыстың схемасы істен шықты деп айта аламыз ба? Әлеуметтік желісте кеңінен таралып жатыр. Мошенники сериал екінші сезоны, яғни айта кетсек, ол сериалда дропперство туралы айтып кетеді. Яғни қазіргі таңда Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 232-де прим. 1, яғни бұл қылмыстық іс заңы күшіне енді 2025 жылы 16 қыркүйекте өздерінің жеке шоттарын, есеп шоттарын, яғни үшінші адамға беру туралы. Ол заңда 7 жылға дейін бас бостандығынан айыруы көзделген. Бұл сериалда ашық көрсетілген, яғни ол сериалда кеңінен таралып жатыр. Азаматтарға халық арасында тек сериал арқылы емес, әлеуметтік желісі арқылы белсенділері бар, белсенді азаматтар сол арқылы да таралып жатыр. Сонымен қатар басқа да азаматтар бар, өздерінің әлеуметтік желісінің жеке парақшаларына да алып кетіп жатады, яғни кеңінен тарату мәселесі бойынша. Бұл жерде айта кетсем, яғни полиция қызметкерлері тек қана бұл профилактикалық іс-шараны әлеуметтік желісі арқылы да таратып, өздері ғана таратып қоймай, яғни халық арасында азаматтардың өздері өзара таратылып жатыр деп айта аламын. Бұған айта кетсем, яғни алаяқтардың схемасы бірден-бірі әлі схемадан шыққан жоқ. Яғни цифровизация күшейтілген сайын, кеңінен таратылған сайын, яғни алаяқтарда қатарласып келе жатыр деп айта аламын. Сіздерге арызбен жүгінетін азаматтардың басты бөлігі кімдер? Сонымен қатар осы алаяқтарға алданып жатқан азаматтарды айта кететін болсам, жас шамалары алданып жатқан жастар да бар, жас өспірімдер де бар, және ересек азаматтар да бар. Сонымен қатар ақша қаражатын көбейтемін деп зейнетке шыққан ағаларымыз бен әжелеріміз де бар.
Менің алдануым мүмкін емес дейтін адамдар, мәселен, өте білімді, өте сауатты, сақ адамдардың өздері алданып қалған жағдайлар орын алды ма? Өте орынды сұрақ. Бұл мәселесі бойынша, яғни алданбаймын дейтін азаматтардың өзі де алдымызға келіп арыз жазғандар болды. Айта кетсек, сол азаматтармен сөйлескен барысымызда алданбайтын нәрсеге, яғни болмайтын нәрсеге бола жата ақша қаражаттарын жіберіп қойып жатқан сәттерде болды. Мысалға айта кететін болсам, банк қызметкерлері арасында болды алаяқтарға алданған. Онымен қатар IT мамандар да болды. Өздері сол IT саласында жүре тұра, осы алаяқтардың схемасын біле тұра, алданып ақша қаражаттарын жіберіп қойған кездерде болды. Өзі жеке кәсіпкерлік, яғни ИП-сі жоқ азамат, оған салық қызметкері болып жалған алаяқтар соғып, соған алданып ақша қаражаттарын жіберіп қойған, яғни сондай азаматтар да болды. Яғни бұны айта кететін болсақ, болмайтын нәрсеге алданып қалды. Яғни бейтаныс қоңырау шалған кезде ең алғашқы олардың сөздеріне мән беру, одан әрмек тұтқаны қойып байланысты үзу. Содан әрмек SMS код келіп жатса, яғни ол кодты айтпау. Бұдан әрмен анық-қанығын анықтау үшін жүзекі операторына соғып, немесе Атырау облысы полиция департаментіне аяқтай келсе де болады, бізге кеңес алып. Жасанды интеллектпен жұмыс жасаған кезде біз нені ескеру керекпіз? Алаяқтар ең алдымен әлеуметтік желісте жарияланған фото, видео материалдарды осы дипфейкке салып, сол фотоматериалдар арқылы, яғни ата-анасына, ата-әжесіне қоңырау шалып, көріп те жатқан боларсыздар ондай материалдарды, яғни кеңінен таралып жатыр. Мама, мен больницада жатырмын, маған ақша қаражаты керек, менің шотыма ақша сал деп істейді, ақша қаражатын сұрайды. Немесе менің шотыма сал деп басқа шот беріп жіберетіндер де болады. Яғни көрсетіп жазып. Ондай материалдар қазір кеңінен таралып жатыр. Бұған алданып жатқан, яғни үлкен кісілеріміз де көп. Осы дипфейк арқылы, яғни жасанды интеллектті қалай айыра аламыз десеңіздер, ең алдымен сол баласы соғып жатса, қызы соғып жатса, ең алдымен соны көз жеткізіп біліп алу керек. Қай больницада жатқанын білу керек. Немесе құпия сөз арқылы сұрақ қойып, солай арқылы, яғни шынымен де қызы екен, қызы емес екен, немесе баласы емес екен, алдын ала соны біліп алу керек. Ол бір. Бұдан әрмен тағы да сұрақтарды көбейту арқылы, бала кезіндегі өздерінің білетін арасындағы құпия сөздері болып қалса, солар арқылы, яғни видеозвонокпен соққан кезде осыны меңгеру керек, осындай сұрақтар қою арқылы. Ең алдымен ақша қаражатын жіберер алдында. Сол себепті құрметті тұрғындарға айтарым, осындай видеозвоноктар соққан кезде сақ болуларыңызды сұраймын деп айтам. Ұшақтың билетін жариялап жатамыз. Одан қалса, ол ұшақтың билетін салған кезде өзіміздің жеке куәлігіміздің, яғни ЖСН-і көрініп қалып жатады. Тағы да басқа әрбір аттаған қадамдарымызды салып жатамыз. Сол аттаған қадамдарды алаяқтар осы ақпаратты алу арқылы сіздің, яғни ортаңызға қауіп келуі мүмкін. Яғни сіздің осы ақпараттыңызды ұрлау арқылы, яғни сіздің пәтеріңізге кіру мүмкін, сіз үйде жоқ деп, немесе одан әрмек сіздің осы жоқтығыңызды пайдаланып, сіздің ата-анаңызға осылай дипфейк арқылы, яғни апатқа ұшырадым деп ақша қаражатын сұрау мүмкін. Сол себепті әлеуметтік желіге салар кезде, яғни нақты өзіңіздің жеке деректеріңіз бойынша соған мән берген жөн, салары алдында. Алаяқтар адам психологиясын жақсы біледі дейді. Сіз тәжірибелі маман ретінде осымен келісесіз бе? Яғни айта кетсем, сөйлесіп жатқан, байланысқа шығып жатқан алаяқтар психолог деп айта алмаймын. Не себеп? Себебі олармен байланысып, оларға SMS код айтпай, ақша қаражатын жібермей, оларға бір қарсылық сөзбен сөйлеп, немесе айтқан нәрсесін істемеген кезде олар ашуға тез беріліп кетеді. Ол бір. Екіншіден айта кетсек, яғни орысша сөйлесіп жатқан азаматтарға қазақша сөйлесіп,
Одан әрмек сұраған SMS кодтарын айтпай ызасына тисе, олар тез ашуланып, яғни өздеріне керек ақпаратты алмаған үшін, сонымен қатар ақша қаражатты жібермей жатқан үшін, яғни алдай алмай жатқан үшін олар психикалық тұрғыда ашуға тез беріліп, ашуланып кетеді. Сол себепті мен оларды мықты психолог ретінде ешқандай айта алмаймын. Олар психолог деп, себебі олар сөйлескен кезде ең алдымен олар қысымшылық көрсетеді. Сол қысымшылық көрсеткен кезде сол азамат қысымшылыққа беріліп кетсе, яғни айтқан сөздеріне сеніп кететін болса, онда ол алаяқтар әрмен қарай сол азаматтарды алдап кете береді. Алдымен азаматтарға айта кетерім сабырлы болу. Осы алаяқтармен сөйлескен кезде бұдан әрі әр сөзге мән беру, мұқият тыңдау. Бұдан әрі бейтаныс адамдар қоңырау шалып жатса, бірден тұтқаны қойған абзал. Киберқылмысқа қарсы қандай жаза қолданылады? Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 190 бабында 2-ші тармағы мен 3-ші тармағында көрсетіп кеткендей 5 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру көзделген. Бұдан әрі, яғни алаяқтарға сыбайлас болып кететін, өздерінің жеке счеттарын беру туралы айта кететін болсам, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 232-де прим 1-мен көзделген, онда 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру туралы жазасы айтылып кеткен. Жаңа айтып өткеніңіздей, киберқылмыс әртүрлі жастағы азаматтармен орын алуы мүмкін, сондықтан сақтық шараларын ұстанған абзал. Сізден кеңес немесе лайфхак болса? Азаматтарға кеңес айтатын болсам, әлеуметтік желісінде отырған кезде мұқияттық шарасын сақтаған жөн деп айтамын. Себебі әлеуметтік желісінде алаяқтар көп отырады. Фишинг сайттары бар, немесе сілтемелер бар, жарнамалар бар. Сол жарнамаларға өтетін кезде, батырманы басқан кезде, сіздің WhatsApp желісіңізге де өтіп кетуі мүмкін. Егер сілтемеге өтіп кеткен жағдайда, немесе батырманы басып қойған жағдайда, WhatsApp желісіндегі настройка батырмасын басып, соның ішінде связанный устройство деген батырмасы бар, соған кіріп, тексеріп, қарап алса болады. Сол себепті азаматтарға айтарым, интернет алаяқтықтардан сақ болуларыңыз сұралады. Қандай да бір сілтемеден өтіп кетіп жатсаңыздар, ақша қаражаттарын жіберіп қояйын деп жатсаңыздар, ең алдымен жүзек операторына қоңырау шалып, немесе Атырау облысы полиция департаментіне аяқтай келіп кеңес алуға болады. Дәурен мырза, сөйлі сұхбатыңыз үшін алғыс білдіреміз. Бүгін біз киберқылмыстың қаупі және жауапкершілігі туралы сөйлестік. Ғаламтор мүмкіндікке толы жүйе, дегенмен абай болмасқа болмайды. Сақшымен сырласу бағдарламасы осымен тамам. Келесі кездескенше есен аман болыңыз.